Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын котлет жасайтын боламыз. Видео қызық болса, видеоны өткізбей мұқият соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға фаршымызды саламыз. Бұл жерде менде сиырдың фаршы, кез келген қойдың немесе жылқының фаршы да болады. Бұның үстінен алдын ала теркадан шығарып алған пиязымызды саламыз. Ал пияздың үстінен теркадан шығарып алған картошканы саламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ал картошканың үстінен алдын ала мұздай суға жібітіп алған нанды саламыз. Бұл жерде мен қара нан қолдандым. Сіз кез келген нанның түрін қолдансаңыз болады. Осылай жібітіп қойып, суыны осылай сығып салатын боламыз. Міне нанның барлығына суыны сығып салдық. Енді үстінен майдалап турап алған чеснок саламыз, немесе чеснокты да теркадан өткізіп алсаңыз болады. Ал оның артынан осындай кинза, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Дәмдеуіштерді қалауыңызша қосасыз. Ал оның артынан бір жұмыртқаны саламыз. Бір жұмыртқаны салып, таза қолымызбен жақсылап мыжимыз тоқтаусыз 2-3 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Міне фаршымызды дайын болды. Енді қасымызға бір кесеге су алып аламыз. Яғни әр котлетті жасаған сайын қолымызды сулап тұрып котлетті жасаймыз. Сол кезде котлеттеріміз жабыспай әдемі бірігетін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай әдемі бірігіп жатыр. Әр котлетті жасаған сайын қолымызды сулап тұрып жасаймыз. Осылайша барлық котлеттерімізді бір келкетіп жасап шығамыз. Айта кетейін, бұл котлетке ешқандай ұн қосылмайды. Мен қазір ешқандай ұн қоспадым. Міне барлық котлеттерді бір келкетіп жасап шықтым. Енді бұл котлеттерді майда қуырып аламыз. Қызып тұрған табаның үстіне сұйық май құямыз. Мен майды көз мөлшерімен өлшедім. Майды жақсылап қыздырып, оның үстіне котлеттерімізді саламыз. Майды жақсылап қыздырмасаңыз, котлеттеріңіз ажырап кетуі мүмкін. Бұл жерде котлеттерді жартылай пісіреміз. Әр жағына 2-3 минуттан қызарғанша пісіріп аламыз. Міне бір жағы қызарды, енді екінші жағына аударып шығамыз барлық котлеттерді. Міне котлеттердің екі жағы да қызарып әдемі болып пісіп шықты. Енді салфетка төселген тарелканың үстіне котлеттерімізді аламыз. Яғни салфетка котлеттің артық майлары болса сіңіріп алады. Осылайша барлық котлеттерімізді бір келкетіп пісіріп аламыз. Міне котлеттің барлығына бір келкетіп пісіріп алды, қып-қызыл етіп. Енді қазанға майымызды құйып, қызып тұрған майдың үстіне пиязды саламыз. Пиязды жақсылап 1-2 минут қуырып аламыз. Оның артынан осылай алдын ала картошканы ашып турап алдым. Көріп тұрғандарыңыздай осы картошканы салып тағы да 3-4 минут қуырып аламыз қызарғанша. Сосын үстінен 1 чайна ложка тұз саламыз. Тұзды да салып жақсылап араластырып қуырып жібереміз. Міне картошканы да жақсылап 3-4 минут қуырып алдық. Енді картошканың астына жай отқа қойып қоямыз. Жаңа жартылай пісіріп алған котлеттерімізді осы картошканың үстіне салып шығамыз. Міне котлеттердің барлығына салып шықтық. Енді осының үстінен 100 мг су құямыз. Суды құйып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан соң астыны жай отқа қойып, бетіні жауып, 45-50 минуттай жай отта пісіріп аламыз. Котлеттің жанына кез келген гарнир жасасаңыз болады. Бұл жерде мен гречка жасадым. Көріп тұрғандарыңызда котлеттеріміз пісіп дайын болды. Дәмі деген өте дәмді болып шықты. Жасалу жолы да өте оңай. Сіз де дәл осы рецеппен жасап көріңіз. Өте керемет болып шығады. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.